күнделікті бір кивиден жеп отырсақ, бір айда бетімізде және ағзамызда қандай өзгерістер болады? Осы видеода айтып беретін боламын. Бұл видеоны естіп, базарда киви қымбаттап кетпесін. Абайлаңыздар. Қарап тұрсаң, өте кішкентай жеміс, бірақ бұның құрамында витамин С, лимоннан да өте көп, витамин Е және К, антиоксиданттар және біздің ішектерімізге өте қажет болатын ферменттер бар. Калориясы аз, бірақ пайдасы өте жоғары. Терімізге қалай әсер етеді дейтін болсаңыздар, құрамындағы витамин С коллагеннің синтезін жақсартады және де антиоксиданттық болғандықтан терінің қартаюының алдын алады. Терінің түсін ашады. Бастапқы апталарда бетіңіз жылтырап, ағарып, күшті нәтиже байқалады. Ал егер акнешник болсаңыз, яғни бетіңізге көп безеу шыға беретін болса, бұл киви сізге өте таптырмайтын нәрсе. Кивиді күнде біреу жеп отырсаңыз, бетіңіздегі безеулеріңіз тазарып бастайды. Өйткені бұның ішектерді тазалайтын және токсиндерді шығаратын керемет қасиеті бар дедік. Сол арқылы бетіңізге шыққан безеулерді тазалап бере алады. Және де беті құрғай беретін ханымдарға өте жақсы, терінің қорғаныш қабатын қалыпқа келтіріп, теріні іштен терең ылғалдандыратын болады. Бетке пайдасын айттық, енді ағзаға пайдасын айтайық. Киви бізде ең бірінші иммунитетті жақсартады. Суық тиген кездерде өте жақсы көмегін тигізеді. Және маған көп ханымдар жазады, іш қату проблемасы бар ханымдарға өте жақсы көмектеседі. Ішті жүргізуге, ішектерді қалыпқа келтіруге, ішті жұмсартуға, запорды кетіруге жақсы көмектеседі. Және де ісінуді кетіреді, ағзадағы артық суды айдап жібере алады. Және ең маңыздысы қан айналымды жақсартады. Бетіңіз табиғи әдемі реңкке келеді. Қан айналымы жақсарғаннан кейін бүкіл организмге жақсы әсерін береді. Бірақ барлық нәрсенің қарсы көрсетілімі, ал кивидің қарсы көрсетілімі қандай? Егер сіздің асқазан қышқылдығыңыз жоғары болса, және кивиге аллергияңыз болса, және аш қарынға жеуге болмайды. Бұны тамақтан кейін, жарты сағаттардан кейін жейміз. Кивиді ханымдар қалай дұрыс жейміз? Аш қарынға жемейміз, тамақтан кейін, жарты сағаттардан кейін жейміз. Және азанғы немесе түскі уақытта жейміз. Кешкі уақытқа жеуге кеңес бермеймін. Жалпы кивиді күнде жеу арқылы сіз іште теріңізге әсер ете аласыз және иммунитетіңізді жақсартып, ағзаңызды тазалай аласыз. Сондықтан рационыңызға кивиді қосуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта пайдалы ақпараттарды өте жиі салып отыратын боламын. Подписация жасауды, лайк, комментарий арқылы қолдауды да ұмытпаңыздар. Баламмен алысып жүріп түсірдім. Сау болыңыздар.